Байке, қарачы, бұтым жыртырып қалды. Кеш күні аябай суалып бешеді. Мұрда не айтқан жоқсың? Мен. Байке, осындай да болмақ бөлі. Бір-екі күн шыдап тұр. Апам айтпа, мақұл бұл? Мақұл, бірақ 2 күнден кейін сат бересің бе? Оа, бүгін ертең дағы іштеп тап, анан чоғы арауыз. Сен өзің тандайсың, Бар емен. Тақы қой. Тұрмыс мені. Көтір. Азыр. Ембіз. Қолыңды алып тұра ғой, балам, мен өзім қырмалайым. Апа, дағы жесің бе? Нан алып келіп берейін бе? Нан жей албайым, балам. Тамағымдан өтпейді. Андан көрі, анан дағы қойып келіп, мұндай бір жағыма қойып қоймақұлға. Мақұл. Ержан, столдың үстінде баяғы врач жазып берген рецепт бар. Анан полкада, екінші полкада ақша. Ошоны алып тарап келе. Апа, ал ақша еш ақылы түгенген. Мен 2 айдан бері мектепке барбай қалғам. Сізді ұршау деп айтпай аттым. Я... Нан паңғайсақ жағанда. Мен іштеп тауып жатам. Ол да оламай. Мен ауырып қалдым. Сен оқой. Шу күнді көрет білек. Апа, бары жақшы олот. Сен тезірек сақайсаң, мен қайра мектепке барам. Мен жақшы оқойым. Телефон берші. Сценарийіңе çalайын. Апа, ал бая күні сіз ұқтап жатқанда ле çalған. Анан сізге айтып қой деген. Емізлерге ақша жөнөтіп, жардам қыла албайым деді. Москвадан үй сатып алышың керек. Өз күніңөрді өзіңөр көргілө деді. Бар жақшы болады. Мен жақшы олбай бұтыма тұрып кетсем, сонын жашайын сен. Апа, мен кеттім. Ертерек барсам көрік іштейм да. Орып қалба.
Ой, Байке, көп ақша таптың ба? Ооба. Байке, бұлардың барын ал бері қойбайт белеңер. Ботинкеге жетпей қалады да. Жетет. Апама дары алдым. Айран алдым. Нан алдым. Ал батырақ айғыш керек та. Ой, кешір Байке, мен аны ойлымай қалып тұрмын. Апам қандай? Байке, жана апам айжала ыйлады. Мен дағы көрсөтпей ыйладым. Не, апам өліп қалабы? Жоқ, айығат. Саламатсыз бе? Кандайсыңар? Отурасыңарбы? Ай, Анара. Дагы деле эркелеп жатасыңбы? Азыр мен. Эт тап келдим. Эржан, мен азыр эт тасып коем. Сен көз салып тур, макулбу? Мақұл. Қана, оқып отырсың ба? Мен жақсы жазып отырсың. Орто атасың. Окуй. Ай, алыскы туугандан жакынкы кошун артык дегендей. Сага ыраазымын. Эжемдин кызы Динара кол кабыш кылып турчу эле. Биротоло Москвада калат окшойт ал. Отом, ал көптөн бери ошол жакта го. Эми келмек беле. Эжем тирүү болгондо балким мындай болбойт эле. Өз кызымдай жакшы көрчүмүн. Эми минтип ажа колубуз үзүлүп, арабыз ажырап атат. Кейбеч. Пендебиз да. Ар кимдин өз жашоосу бар. Бир гана Кудай гана бизди таштабайт. Кудайдан үмүтүңдү үзбө. Кудай деген кур калбайт дейт го. Айыгып кетем деген үмүтүм бар. Айыгып кетесиң. Айыгып кетесиң. Сейл. Кокус. Бирдеме болуп кетсем, Динарага кабар берип кой. Анан балдарды да интернатка орноштуруп койсоң суранам. Дөрүбөрчү. Баары жакшы болот. Жаман ойлобо. Жаманчылыкты аманчылык жеңиптир дейт. Сен айгасың. Андан көрө шорпо бышкандан кийин көп ичкинең дем болот, күч болот. Макулбу? Макул. Мен барайын. Жакшы отур. Жоқ, öyle токшойм, Кудайым-ай, öyle токшойм. Ай, Кудайым-ай. Ой, дары берчи, су берчи. Су. Дары. Ama ölmesünce. Ey Kuday, abamdayım Kuday деген kurgallaydı evet ko. Abamda ayıktırcı. Ayıkta ben okuyun, жақсы okuyun vraç bulun. Aman abamda akır orvay.
Доске, бүгүнкү келишим ойдогудон да ашык болду го. Айтпа дос, жууш керек. Жууш керек. Я дос, бүгүн акчаны чачалы. Көңүлдү ачалы бүгүн. Акча дагы кеп экен. Кеттикпи? Кеттик. Ай жигит. Эмне болду? Акырын, эмне болду? Жакшы элеби? Байке жакшы элемин. Ай колум. Доктурга апаралы. Жүр доктурга баралы. Жүр. Ай колум. Акырын жүр. Ай колум. Докторго алып баралы. Ооба, доктурга апаралы. Жок. Ал жерде көп болуп калсам, акча таппай калам. Иштешим керек. Ай. Ошол акчаңды мен берейин. Сен эмес менен докторго бар, макулбу? Макул. Балакай. Жакшы. Эмне мектепке барбай иштеп жүрөсүң я? Апам ооруп калып, мурда окуучумун. Апаң каякта? Үйдө. Больницага жатпайбы анан? Апама операция жасаш керек экен. Динара эже эми бизге акча салбайм деди. Анан ошон үчүн иштеп аткан турбайсыңбы? Ооба, карындашымдын ботинкасы жыртылып калып, мен ага бүгүн сат берем деп жаткам. Анан сиз мени сүзүп салбадыңызбы? Кечирип койчу эми жигит. Эми айыбымды тартып акчаңды берип атам го. Байке, мага магазинге барып келиш керек. Магазин? Мейли. Кеттик кандай? Кержан, жүр эми үйгө кирип, мен сени апаңа тапшырып чыгайын, Жок! И? Эме тиги апам чоочун кишилерди үйгө киргизбегиле деген. Ай, жок дегенде үйгө кирип нанос тийип жегиңиз деп айтпайсыңбы? Мына нанос дейбиз. Макул анда Эржан. Мен кеттим. Кудай буйрса экөөбүз дагы жолугабыз, Болуп турген берди байке. Рахмат. Роза! Роза! Апам үйдө жок. Кайтты. Салонго маникюр жасатам деп кеткен. Ата, 2000 сом бериңизчи. Я. 2000 сом бериңизчи дейм. Эй. Эртең менен эле 1000 сом бербедим беле? Ата. Бар бөлмеңе бар. Ал жерде көп болуп калсам, акча таппай калам. Иштешим керек.
Апама операция жасаш керек экен. Үйсен ұғытам. Доске бары даяр. 2 сааттан кейін келіп қал. Үйсен, мен бара албай қалдым. Өзің өрчі отыра бергілечі. Мен емкеде барам, Қандайша? Іштер шығып қалды. Болып тұр. Үйде кім бар? Үйде кіші бар ба? Bu kim? Ece, мен өткенде Ержанды қоқыстатып алдым эле. Ой, Елжан айтқан. Жата беріңіз, Ece. Келіңіз, отырыңыз. Біз кішіне ұшынды. Мен Ержандын ошол күнкү эмгек акысын төлөп берген. Рахмат сізге. Кім айтқан маған, Ержан айтқан, мен тұра. Жатыңыз. Ал акыбалыңызды билип коеюн деп атайын келдим эле. Рахмат сізге. Сізге чоң рахмат. Жакшы болуп кеттиңиз, Эже. Рахмат, чоң рахмат сізге. Адамға өз өмірінде қуанғандан, жақсылық қылудан артық еш нәрсе жоқ екенін түсіндім. Шапар теуіп түркін өлкөлөргө бардым. Ең соңын эс алдым, көрдім. Жақсылық қылу қолдан келіп тұрғанда, мұқтаж болған адамдарға жардам беруден баш тартпа. Қолыңда бар болып тұрып, адамға ертең кел, ертең беремін дебегін дептір. Мен шындап жүрегімді ушундай рахатты, ушундай кубанычты сезген эмес экен. Мен бүгүн ошол рахатты сезип турам. Жана эмне кылышты билип алдым. Ал эмне рахат экен досум? Мага деле айтып берчи. Айтып берем. Сөзсүз айтып берем. Эгер бай болсоң, өзүң жөнүндө жогору ойлобо, өзүңө ишенип, өмүрүмдү байлыгым менен сактап калам деп таянбагын. Тескерисинче, биздин жыргалчылыгыбыз үчүн бардыгын мол берүүчү Кудайга таянгын. Түшкү же кечки тамакка досторуңду, бир туугандарыңды, тууган уругуңду, бай кошуналарыңды чакырба. Анткени алар кайра өзүңдү чакырып, бергениңди кайтарышат. Тескерисинче, жакырларды, мунжуларды, аскактарды, сокурларды чакыр. Алар сага кайтарып бере алышпайт. Бирок
ушунчалык кубанып, чын жүрөктөрүнөн Кудайга ыраазы болушуп, асага болсо батасын беришет. Жакшылык иштериңерди адамдарга көрүнүш үчүн кылбагыла. Болбосо асмандагы Кудайдан сыйлык албайсыңар. Ошондуктан кайыр берип жатканыңарда элге жарыялап мактанба. Анткени 200 адамдар элден атак алыш үчүн чогулуштарда, көчөлөрдө ушундай кылышат. Силерге чындыкты айтып коеюн. Алар адамдардан сыйлыгын алып алышты. Ал эми сен кайыр берип жатканыңда оң колуң, сол колуңдун эмне кылып жатканын билбесин. Кайырды жашыруун бер. Жашыруун кайрымдуулук ишиңди көргөн Кудай сага тиешелүүнү ачык эле берет. Кайрымдуу жан ток болот. Бирөөнүн суусунун кандырган адамдын да суусуну